Адамдардың Заик не туралы айтып жатқанын біледі деп ойлайтынына бір нәрсе бар. Және бұл оның кездейсоқ түрде қабілетті және фактілерді тікелей басынан тез шығарып, сізді, ол шынымен ақылды адам деп ойлауға мәжбүр етеді. Бірақ менің досым бір күні отырды да, Заиктің 5 минуттық қойылымын зерттеп қарағанда және осы 5 минут ішінде ол 25-тен астам қателік жібере алды. Чарльз Дарвин келетропис деп аталатын аралға барды. Келетропис сияқты арал еш жерде жоқ. Дарвин іс жүзінде Галапагос аралдарына барды, онда ол мүсіндерді тапты. Сол жерде ол тауашаларды жұлып жатқан құстарды тапты. Бұл мүсіндер, Найк айтқандай, тауашаларды тістемейді. Олар жеке экологиялық тауашаларда өмір сүрген. Олар тістеген экологиялық тауашаларға байланысты тұмсықтар ұзарып немесе қысқара берді. Дарвиннің бұл мүсіндердің арасындағы айырмашылықтары тұмсықтың ұзындығынан әлдеқайда көп болды. Оларға түс, өлшем, неке мінез құлқы, әндер мен тағамның қалауы бойынша айырмашылықтар кірді. Бұл бақылау әртүрлі түрлерге емес, бір түрге жасалды. Дарвин тұмсықтардағы айырмашылықтарды бір емес, 14 түрлі мүсіндерде байқады. Тұмсықтың ұзындығы бір түрдің ішінде өзгерген жоқ. Чарльз Дарвин досы Томас Тромтанға хат жазды. Дарвиннің барлық жарияланған хат хабарлары басылған, тіпті онлайн режимінде электронды түрде қолжетімді және Томас Тромтан есімді ешкімнің жазбасы жоқ. Чарльз Дарвиннің өзі жетіспейтін сілтемелер бар екенін айтты. Ол онымен келіспеді. Дарвин жетіспейтін сілтемелер бар екенін мойындады, бірақ бұл оның теориясымен келіспегенін білдірмейді. Ол жетіспейтін сілтемелер қайдан табылатынын болжады. Себебі, егер сіз мәсіхші қауымын талдасаңыз, мәсіхші қауым бұрын ғылымға қарсы болған. Мәсіхші қауым ешқашан ғылымға қарсы болған емес. Галилей дәуіріндегі ұлы еуропалық ғалымдардың барлығы дерлік, соның ішінде Галилейде мәсіхші сенушілер болды. Ньютон, Коперник, Кеплер, Бойль, Паскаль сияқты адамдар киелі кітапқа сенімді сенушілер болды. Сіз Галилейді өлім жазасына кескен жағдайды білесіз. Католик дінін ұстанған Галилей ешқашан өлім жазасына кесілмеген. 1633 жылы 22 маусымда ол өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Содан кейін бұл үкім үй қамағына ауыстырылды. Ол 8 жылдан астам уақыттан кейін 1642 жылы 8 қаңтарда кешке қарттықтан қайтыс болды. Галилео оның теориялары киелі кітапқа сәйкес келеді деп сенді және Августин сияқты алғашқы христиандық интерпретациялар негізінде кітап жазды. Найк бұл жалған мәлімдемені тағы 2 рет қайталайды. Бірақ біз оны бір нақты қателік деп санаймыз. Сондықтан барлық ғалымдар, олардың көпшілігі теорияны қолдады, өйткені ол шындыққа емес, киелі кітапқа қарсы болды. Шындығында ғалымдардың көпшілігі Дарвиннің теориясын ұзақ уақыт бойы қолдамады, және олардың көпшілігі киелі кітапты құрметтеді. Доктор Найктың бұл тұжырымы негізінен толық фантастика болып табылады. Барлық кезеңдер 4 гомонид болды. Доктор Найктың мұнда айтқанның бәрі дұрыс емес. Гомонидтер деген сөз жоқ. Бұл гоминидтерге қатысты болуы мүмкін. Бүгінгі ғылым бізге 4 гомонид болғанын айтады. Шындығында гоминидтер 4 емес, кем дегенде 14 болды. Біріншісі Люси, онымен бірге Доснопитекис. Доснопитекис сияқты гоминид жоқ. Люси Аустралопитекус афаренсис болды. Шамамен 3,5 миллион жыл бұрын жойылып кеткен мұз дәуірі. Мұз дәуірі 3,5 миллион жыл бұрын болған жоқ. Ол берде 6 миллионнан 10 мың жыл бұрын болған. Содан кейін шамамен 500 мың жыл бұрын жойылып кеткен Homo sapiens келді. Homo sapiens 500 мың жыл бұрын жойылған жоқ. Сіз, мен және тіпті Закир Найк те Homo sapiens. Содан кейін Неандерталь келді. Эволюциялық теорияға сәйкес неандертальдар қазіргі адамға қарай түзу сызықта болған жоқ, бірақ мұз дәуірінің жанама тармағы болды. 100-ден 40 мың жыл бұрын жойылып кеткен Неандерталь. Неандертальдықтар 100-ден 40 мың жыл бұрын емес, 30 мың жыл бұрын жойылды. Содан кейін 4-ші кезең келді Кроманьон. Кроманьон бұл Homo sapienspен бірдей, оны Найк бұрын бөлек, ертерек түрі ретінде айтқан. Бұл кезеңдер арасында ешқандай байланыс жоқ. Шын мәнінде эволюциялық биологтар осы кезеңдер арасындағы байланыс деп санайтын көптеген мысалдарды тапты. Мысалы, Homo habilis, Homo ergaster және Homo heidelbergensis. Егер сіз витамин ойлап тапқаны үшін Нобель сыйлығын алған сэр Альберт Джорджиді білсеңіз. Сент-Диердиц витаминін ойлап тапқан жоқ. Ол оны ашты. С дәрумені бұл ойлап табудың қажеті жоқ, табиғи зат. Ол Дарвиннің теориясына қарсы ессіз маймыл және адам кітабын жазды.
Альберт Сен-Дьердидің кітабы жай ғана ессіз маймыл деп аталды және эволюцияны жоққа шығармады, бірақ социологиялық түсініктеме болды. Егер сіз Руперт Альберт туралы білсеңіз, бұл адам Дарвин теориясына қарсы эволюцияның жаңа теориясын алға тартты. Руперт Альберт деген кім? Мұндай есімді адам туралы ақпарат жоқ. Егер сіз сэр Фрэнк Саласбери туралы білсеңіз, ол биолог болды. Найк бір белгісіз адамға сілтеме жасайды. Сэр Фрэнк Саласбери деген кім? Белсенді ізденістерге қарамастан, мұндай есімі бар адам туралы ешқандай ақпарат табу мүмкін емес. Бірақ Найкке күмәнданудың артықшылығын беру үшін бұл нақты қателік ретінде есептелмейді. Егер сіз сэр Уайтмит туралы білсеңіз. Уайтмит. Сэр Уайтмит деген кім? Төртінші рет мұндай есімі бар адам туралы ешқандай ақпарат таба алмайды. Төменгі деңгейде, амеба төменгі түрлер деңгейінде парамишияға айналуы мүмкін. Парамишия деген ұғым жоқ. Бұл парамецийді білдіруі мүмкін, бірақ амебаның парамецийге эволюциялық өзгеруі маймылдар мен адамдар арасындағы салыстырмалы түрде аз биологиялық айырмашылыққа қарағанда әлдеқайда маңызды биологиялық өзгеріс болып табылады. Осы саладағы абыройлы болып табылатын Фрэнсис Крейгтің айтуынша, ол бұл мүмкін емес деді. Фрэнсис Крейг сияқты адам жоқ. Найк дынығына анықтаушы Фрэнсис Крейгке сілтеме жасауы мүмкін. Фрэнсис Крейг эволюцияға толық сенді.